Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен майонезсіз дайындалатын өте дәмді, жеңіл әрі хош иісті азиялық салаттың рецептімен бөлісемін. Егер сізде қонақтастарыңызға жеңіл ерекше салат іздесеңіз, онда бұл рецепт сіз үшін. Видеоның соңына дейін қарап, бірге жасайық. Ең алдымен балғын қиярамызды осылай ортасынан бөліп, ұзынша етіп ірілеп турап аламыз. Барлық қиярымызды турап ыдысымызға саламыз. Енді қызыл болгар бұрышының жартысын және жасыл болгар бұрышының жартысын осылай ұзынша етіп турап аламыз. Туралған болгар бұрыштарында ыдысымызға барлығын біртіндеп салып аламыз. Енді қып-қызыл қызанағымызды осылай ортасынан үшке бөліп, оны да ұзынша етіп турап аламыз. Алдын ала пісіріп алған етімізді оны да ұзынша етіп турап аламыз. Етімізді де ірілеу етіп турап алып, ыдысымызға саламыз. Енді өккіштен қып-қызыл сәбізімізді де ұзынша етіп өткізіп аламыз. Сәбіздің шеткі беттерін ғана өккіштен өткізіп, ортасында өзегін қалдырып қоямыз. Енді чесногымызды осындай майда бөлігінен өткізіп аламыз. Енді көк шөптерімізді, петрушка мен укропымызды майдалап турап аламыз. Көк шөптеріміздің бәрін турап ыдысымызға салып алдық. Енді дәмдеуіштерімізді қосамыз. Тұзды, кристалликімізді, паприкамызды, қызыл бұрышымызды және кориандр, алма сірке суын, соевый соусымыздан құйып және қызып тұрған майды бетіне құйып, қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Мінекей салатымызды барлығын жақсылап араластырып алдық. Енді ыдысымызға салып ұсына берсеңіздер болады, немесе тоңазытқышқа жарты сағат ұстасаңыздар, одан да дәмдірек болады. Қытырлақ көкөністер, жұмсақ ет және хош иісті тұздықтың үйлесімі бұл салатты ерекше дәмдетеді. Енді бетіне әдемілік үшін осындай күнжеттен сеуіп қойсаңыздар да болады. Мінекей осымен біздің дастарханның көркін ашатын өте дәмді азиялық салатымыз дайын. Рецепт ұнаса лайк басып, пікір жазып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын, келесі видеода кездескенше.